Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жаңа жыл мейрамы қайдан шықты? Кімдер тойлаған еді? Және жаңа жыл христиан дінінің қатысы бар ма? Қала берді, жаңа жыл туралы мұсылмандар қандай ойда, немесе ол мейрамның мұсылмандарға қаншалықты қатысы бар? Міне, осы тақырып жөнінде алдағы уақытта әңгіме өрбітпекпіз. Мен бірге болыңыздар. Алдымен айтарымыз, Кеңес одағында 1927-36 жылдары жаңа жылды тойлап шаша төгуге тыйым салынған болатын. Тек 1937 жылы ғана Сталиннің бұйрығымен 1 қаңтарда шаша тігіліп, жаңа жылды тойлауға рұқсат берілді. 1937 жылға дейінгі шашалардың басында 8 бұрышты жұлдыз болған. Тек 1937 жылы Кеңес одағының үкімі бойынша 8 жұлдыздың орнына 5 жұлдызды қойылатын болды. Жаңа жыл және христиан діні. Иса алейхиссалам Масихты христиан әлемі Құдай деп таниды. Сол сияқты Митрада парсы құдайы, Осирис Египет құдайы, Бах грек құдайы, Кришна Үндістан құдайы, Будда буддизмнің негізін салушы, оны да Құдай деп есептейді. Бұлардың барлығы да Құдай деген атауға ие. Бұлардың туған күндерінде де ұқсастықтар бар. Барлығы сол желтоқсанның 25-інде дүниеге келген. Рим империясында көп құдайшылдар өздері жартылай құдай, жартылай адам деп танытатын Митраның туған күнін, Рождествосын сән салтанатпен атап өтетін болған. Олардың жалған діні бойынша Митра 25 желтоқсан күні бір үңгірде жануарлар арасында туған. Тура осы сияқты славяндар да христиан дінін қабылдаудан бұрын көп жалған құдайларының біреуі болып Коляданың Рождествосын тойлаған. Олардың Рождество айтатын әндері бүгінде колядки деп аталады. Ел арасында кең тараған бұл мерекені ығыстырып тастау үшін 4 ғасырда бұрын сол Митраның бас табынушысы болған, кейіннен христиан дінін жаңадан қабылдаған Византия империясының императоры Константин 25 желтоқсанды Иисустың, Иса алейхиссаламның туған күні деп жариялаған. Оған дейін Исаға тиісті бұндай атаулы күнді ешкім білмеген де, тойламаған да. Көп құдайшыл болған римдіктердің сенімі бойынша, егер адам өз үйіне лавр, үнемі жасыл болып өсетін ағаштың бір түрі, ағашын тігіп қойса, онда оның үйінен көктем кетпейді-міс. Сондықтан да олардың сол ағашты өз үйлеріне әр қыс келген сайын тігіп қоятын болған. Герман тайпалары да солай істеген. Бірақ лаврдың орнына олар шырша ағашын пайдаланған. Жаңа жыл мұсылман мемлекеттерінде. Мұсылман мемлекеттері, оның ішінде біршама араб мемлекеттерінде жаңа жыл тойланып жатады. Мысалы, Египет, Ливан, Сирия, Біріккен Араб Әмірлігі, Египет пен Ливанда жергілікті тұрғылықта христиан арабтар бар. Осы себепті онда Рождество мен жаңа жыл тойланып жатады. Сирия туризмге ашық ел. Туризмді сылтауратып, батыстан көптеген христиандар, миссионерлер ағылып келіп жатыр. Олар құр келмей әлгі жаңа жыл мен Рождестволарын арқалай келеді. Өз діндеріне кіргізу үшін ақшалай марапаттар жасайды. Бірақ бұл жаңа жыл барлық араб елдерінде тойланбайды. Мысалы, Сауд Арабияда 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні жаңа жылды тойлаған болсаңыз, жауапқа тартыласыз. Жаңа жылды тойлағандар қамауға алынып жазаланады. Сөзімізді қорытындылап айтар болсақ, жаңа жылды атап өту арқылы біз христиандарға ұқсап қаламыз. Құранда олар мейірімді Аллахтың құлдары, өтірікке айғақ болмайды деген аят бар. Бұл аяттың тәпсірі басқа діндегілердің діни мерекелеріне қатыспау туралы айтылған. Ислам діні тұрғысынан бүгінгі адамдар мерекелерде ешбір тыйым салынған нәрсе жоқ, немесе
біз бұл мерекеге барғанда тыйым салынған барлық нәрседен тыйыламыз. Арақ шарап ішпейміз, тек қана дастархан жайып атап өтеміз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кім қай халыққа ұқсағысы келсе, ол солардың бірі дегеннен сүйенсек, бұған қандай рұқсат болуы мүмкін? Немесе Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтқан: сендер міндетті түрде өздеріңнен бұрын өткендердің, яхуди мен христиандардың ізімен жүресіңдер. Тіпті олар кесірткенің ініне кірсе де, сендер оларға ілесе кетесіңдер, дейді. Егер Аллах тыйым салған нәрседен тыйыла алсақ, міндетті түрде одан абзалын береді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: Аллах оларды сендер үшін олардан да абзал болған құрбан және Рамазан айт күндерімен алмастырды. Аллах тек қана шындықты айтады. Бүкіл жаратылыстың Раббысы осы екі күнді ең абзал күн деп атаған. Аллаға және оның пайғамбарына иман келтірген адам мұны қабылдайды да, қалғандарын тастайды. Деректер ашық энциклопедиясынан алынды. Міне, құрметті бауырлар, жаңа жылды тойламауыңыз өз еркіңізде. Біздің міндет тек ескерту. Арнам ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух.